Қайырлы күн достар, сіздермен бірге айым. Бүгін біз зебра пирогын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызды алып, 4 жұмыртқаны жарамыз. Оның үстіне 1 стақан қантты біртіндеп салып миксерлейміз. Аппақ көпіршік болғанға дейін миксерлейміз. Содан кейін оның үстіне 300 граммдай қаймағымызды саламыз. Менде үйдің қаймағы, бірақ дүкеннің қаймағында салуға болады. 1 шай қасық ас содамызды ұнға салып, біртіндеп қамырға салып миксерлейміз. Осы қамырды екіге бөлеміз де, екінші ыдысымызға 2 ас қасық какао ұнтағын салып, жақсылап араластырамыз. Енді формамызды алып, осы қамырды біртіндеп, кезектеп саламыз. Таяқшамызды алып, осындай әдемі өрнек жасаймыз. Духовкамызда 180 градуста 40-45 минут дайындаймыз. Мінеки, уақыт өткеннен кейін біздің пирогымыз дайын болды. Формадан алып шығамыз. Пирогымыз жақсы көтерілген, иісі керемет. Ал енді біз кесіп көрейік. Өте жұмсақ. Міндетті түрде сіздерге дайындауға кеңес беремін. Комментарий жазып, лайк басып, каналыма тіркеліңіздер. Ас болсын.